Замандастар, біз мінекей көз көргендер ансамблінің тарихын айтсақ, өзі 1211 жылдан басталды. Осы қалаға келген, жан-жақтан келген, мына селолық аудандардан келген ата, әжелер, бәріміз өнерге жақын адамдар, ең әуелі 5-6 адам бас қосып осы декада. Осы біздің мына ұрпағымызға үлгі көрсететін бізде ансамбль жоқ облыс орталығында. Ал енді танитын өзіміз құрылас, әжелер мен аталарды шақырайық, ансамбль құрайық деп ақылдасқан едік. Сол ансамбльді алғашқы бетте 5-6 болдық, онан кейін 10-ға айналдық, онан кейін 15, онан кейін 20. Ұзын сөздің қысқасы 30-ға дейін біздің коллективтің саны өсті. Міне осы көз көргендер ансамбльде қатысып жүрген, шын мәнінде өнерге жақын деген азаматтар, ата әжелер, бір кезде Совет үкіметінің кезінде сонау Францияға барған Жәкең, анау Оралды ақсақал, Алин Жетпісбай міне осы күнге дейін ортамызда жүрген. Осы азаматтардың барлығы міне біздің құрамда болып, Борекең деген ақсақал болып, зайыбыменен, ол кісіден жас келмесін, денсаушылығына байланысты өзіміздің арамызда қазір құрметті демалыста үлгерінде. Біз әлі де жалғастырып келе жатырмыз. Сол жалғастырған еңбегіміздің арқасында біз республикалық Қостанайда болған ата әжелер өнер байқауында республикалық масштабқа барып, осы хорменен барып қайттық. Біз 9 облыс, 2 крупный қалалардың жаңағы хор коллективтердің арасында ең бас жүлдені жеңіп алдық. Бұл біздер үшін көз көргендер ансамблінің құрамы үшін, біздің облысымыз үшін үлкен мақтан болды. Енді көріп отырсыздар, біздер келгенде пойыздан қарсы алды. Жаңағы мәдениет басқармасының орынбасары, өзіміздің осы дін культураның облыстық деканның басшысы Жәкең бастады. Қыздар, педагогтар қарсы алды. Мінекей бүгін бәріміздің басымызды қосып пресс-конференция өткізіп жатыр. Телевизордан журналистер келіп, бәрімізбен тілдесіп жаңа сұхбат алып жатыр. Құрдастарым бәріміз енді осы абыройды ары қарай жалғастырып, мына келешек өзіміздің немерелеріміз бен шөберелеріміз арасында кейінге жатқан, бізден кейінге жатқан, пенсиядағы отырған ата әжелерге үлгі-өнеге болып, осы ансамбльді атын өшірмей құлпыртып, ары қарай жүргізуге сіздерге қалмаңыздар, бір болайық, ұйымшыл болайық деп, әлі де сахнадан жүруге баршаңызға денсаушылық тілеймін. Аман болайық. Құшағы оттай ыстық сахарадай, көңілің алып ұшқан шағаладай, алдымнан көкем ай деп шығатұғын, сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым. Қажымас қара нарым, кең байтақтан аларым, күнімді еркелетер, аман бол ағаларым, аман бол.
сүйсенем мен қандай жақсы сөзіңе сүйсенем мен балдай тәтті ерлердің ағасы бар жағасы бар алдыңда ағаң болған алдыңда ағаң болған қандай жақсы қажымас қара нарым кең байтақтан аларым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман бол ағаларым қажымас қара нарым кең байтақтан аларым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман бол ағаларым күнім деп еркелетер аман бол ағаларым аман